Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Сандуғаш, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді фаршталған бұрыштар, яғни голубцы дайындайтын боламыз. Менің арнама жазылмаған болсаңыз, подписаться батырмасын басып қойыңыздар. Ал қажетті заттар: 2 дана пияз, 1 дана картоп, фарш 500 грамм, 15 дана бұрыш, 150 грамм күріш, тұз және бұрыш дәміне қарай. Мен бұрышты жазғы демалыста тазалап, кептіріп, морозильникке салып сақтап қойғанмын. Сол үшін бұрыштарым сырты мұз болып қатып тұр. Енді мына жерде фаршқа жаңағы 150 грамм күрішті тазалап жуып, фаршқа салып жатырмыз. Пиязды майдалап турап, тұз және бұрыш қосып араластырып жатырмыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін жаңағы көк бұрышқа саламыз. Толтырмай әдемілеп саламыз. Коко! Кок! Коконай! Міне біздің фарштарымыз дайын. Енді қазанға пиязды мен уже салып қуырып жатырмын. Мен икра салатты салып, жақсылап қуырып аламын. 5 минуттан. Картопты орташа алып турап, оны да пиязбен бірге қуырып аламыз. Сап-сары болып қуырылды бізде. Енді қайнаған су құямыз үстіне. Толтырмай. Үстінен лавр жапырағы, әдемі иісі, дәмі шығып тұрады. Сосын кептірілген укроп және петрушка қосамыз. Енді қайнап шықты бізде. Қайнап шыққаннан кейін үстінен жаңа дайын фаршталған бұрыштарымызды саламыз. Міне уже бізде тамағымыз дайын. 40 минуттың ішінде оңай әрі тез дайындалып пісетін тамақ. Дәмін көреміз. Ас болсын барлықтарыңызға.